артық жүре алар емесің, Айша. Осы неге тістің ауруы түнде басталады екен, а? Болды, кішкене шыдай тұршы, қазір мама келіп қалатын шығар. Ой, оған мен қалай шыдаймын? Дәрі әкеліп берші, Айша. Мейірбек, ақшам болса сен осылай жылатып қарап отырамын ба? Ақшам болмай тұр, қалай түсінбейсің? Кішкене шыдап ұйықтап қалшы. Мама келген соң саған дәрі сатып алып береміз. Не, ал тезбе жаңаратпай. Бекнұр, сен дәріханаға барып келдің бе? Ақшаны қайдан алдың? Бекнұр. Айша, тезірек берші, осыдан кейін жазылады ма? Я, осыны ішкен соң біраз уақыттан кейін жазылады. Сен мен күте тұр, мен саған су алып келіп берейін. Кешіріңдерші менің балапандарым. Осы былықтан әлі шығамын. Әлі талай бірге уақыт өткіземіз. Уәде беремін. Қайырлы таң, әке. Қайырлы таң, балам. Қалай ұйықтадың, жақсы ұйықтадың ба? Жақсы. Таңғы асын іштің ба? Қазір мектепке апарып тастаймын өзім. Таңғы асымды ішіп алдым. Жоқ, әке, өзім барамын, сіз жұмысыңызға бара беріңіз. Балам, неге үнемі үйсіп шығасың? Мектепке апарып тастаймын десем, өзім барамын деп. Осы жұрттың балдары әке-шешесіне жалынып атады ғой, мектепке апарып тастаңызшы деп. Жұрттың балдары автобуспен барады, әке. Жақсы онда. Осы баланы қарапайым қылып өсірем деп, бірақ шілей бұндай қарапайым болып кеткеніне таңым бар. Мейірбек, егер тісін ауырса, мына дәріні жарай ма? Бірақ бұл дәрілерді ауырған сайын іше бермейтін шығармын. Бұл дәрілер денсаулыққа зиян ғой. Осындай әңгімелер қалай басыңа келеді? Мейірбек кішкентай болып денсаулықты ойбайды ғой. Сен денсаулықты болса неге көп тәттілер жедің? Содан тісің ауырып жатыр. Енді тәттінің бәрі қалай жеді ғой. Тәттіге құмар емес баланы көрген жоқпын. Болды, салғаспаңдаршы. Бүгін сабақтан кейін сен тісін демдетуге барамыз, жарай ма, Мейірбек? Жарайды. Бекнұр, сен болса Мейірбекке жақсы қарап жүр. Егер тісі қатты ауырып бара жатса, маған хабарлас, түсіндің ба? Өзім мектебінен сұрап аламын. Қарап жүретін уақытым жоқ. Өз хабар жасасыншы. Телефонын менен жақсы біледі ғой. Бекнұр, бауырың ғой енді? Я. Давайте. Бекнұр, сенің сыныптасың Бекарыс келе жатыр ғой, қарасайшы. Естен енді келе жатса. Жүрсіз сіз бұл кешігеміз кәсіз. Бекнұр, тоқтаңдар. Бекнұр, тоқтаңдар. Неге қарамайсыңдар? Соны шайқалап жатырмын ғой. Қалайсың, Бекарыс? Әңгіме айтып келе жатып естімей қалыппыз ғой. Не болып қалды? Ештеңе, бір мектепке барамыз ғой, бірге барайық дегенбіз. Айтпақшы, Бекнұр, сен алгебрадан үй жұмысын жасадың ба? Жоқ, уақыт болмады. Түнімен біреулер тісінде жылап кетті. Саған дәрі алып келемде бар уақытым соған кетті. Мен тісім ауырғанда мен шығардым. Бекнұр, мен үй жұмысын жасадым.
Сымқарынсың мені көшіріп алсаң болады. Жоқ, бермей қой, керек емес. Не осы кейбір адамдарға да жақсылық жасасаң жақпайсың осы. Ой, біздің Бекнұрға ештен жақпайды. Соны айтам. Екеуің бір үйдің балалары болсаңдар да мүлдем екі бөлек адамсыңдар ғой. Я тез жүрдік кәс кешеміз. Қызым, аяқ киімің ескіріп қалыпты. Мына ақшаға жеткенін ала тұр. Кейін тағы да әперемін. Алло, я. Айша, бүгін сабаққа тағы келмейсің бе? Я бүгін де бара алмайтын сияқтымын. Апайға бір нәрсе деп айта салшы, ауырып жатыр деп бе. Саған сенем ғой. Айтуын айтамын ғой. Бірақ соңғы уақытта көп қалып кеттің ғой. Бітіруші сынып болған соң қазір қатты қадағалап жатыр біздің сыныпты. Я білемін, түсінесің бе? Түнімен Мейірбектің тісі ауырып шықты. Бүгін соны емдетпесем болмайды. Жарайды, онда жазылып кетсін. Я, рахмет. Ертең мектепке баратын шығармын. Жақсы, мені мектепке қарай шығуым керек. Аха, сау бол. Мына ақшаның жартысына Мейірбектің тісін емдетсем, қалғаны үйге азық-түлікке бүйтіп жеткізу керекпін. Әлі біраз ескі аяқ киіммен жүретін сияқтымын ғой. Көруге болмайды. Іште қыздар киім ауыстырып жатыр. Ақашынан бері сен күзетші еткізіп қойған. Іште қыздар киім ауыстырып жатыр. Соны күзетіп тұрған түрім ғой. Қайда жаңағы қыздар? Солай аңқаулығым ғой. Той не деп кеттіңдер? Сәлем! Мам, бүгін ерте келіп алғансыз ба? Анашым, сізді көргеніңізге көп болды ғой. Бізде ұйықтап жатқанда келесіз, біз тұрғаныңызда ерте жұмысқа кетіп қаласыз. Енді жұмыс қой ботам. Жүр, киімдеріңді ауыстырып алыңдар. Андағыны қайдан алғансың? Жүр. Кеттік. Айша, Мейірбектің тісінің ауырған неге айтпағансың? Мам, айтатындай болмадым. Сіз жұмыстан кеш келесіз. Мен саған аяқ киім ал деп берген ақшаға тісін емдетіп келдің бе? Маған хабарласқаныңды емдетуге де ақша тауып беретін едім ғой. Қой беріңізші, мам. Сізді әурелегім келмейді. Әлі біраз уақытқа шыдайды, неге уайымдай бересіз? Ең бірінші барлық қарыздарымызды жауып алайықшы. Сосын ағаларымыз керек жарақтарымызды. Жанашыр қызым менің. Кішкене ғана қалды. Барлығы жақсы болады. Алло, балам айта бер. Алло, әкешім, жұмысыңыз әлі бітпеді ме? Жоқ. Не болды, қорқып жатсың ба? Қорықсаң қазір такси жіберем. Жұмыс жаққа келіп отыр. Жоға, қорқып жатқан жоқпын. Жай сізді қашан келеді деп сұрайын дегенмін ғой. Жарайды онда, жұмысыңызды жалғастыра беріңіз. Болды балам, онда күте тұр, шамалдан соң барып қаламын. Жарайды. Дереу қорқып жатсың ба деп әкемде. Кешкі асты бірге ішеміз ба деп ойлағанмын ғой. Не телефон көтермейсің? Или өзіңді іздеткен ұнай ма? Ол кезде жұмыста болдым. Уақыт созбашы. Ақшан қашан қайтарасың? Мен саған айттым ғой. Барлық ақшаны бірден тауып бере алмаймын. Шамам келмейді. Менің бала шағам бар. Оларды асырау керекпін, түсінші. Аз-аздан болсын тауып берем. Түкірген бар сен бала шағаңа. Бала шағам менде де бар. Соң күйеуің алар кезде ойлану керек еді. Бұны алғаннан кейін өліп қалмайын ба деп. Короче, бір апта уақыт берем. Бір аптаның ішінде ақшаны таппасаң, бала шағаларыңа обал жоқ. Түсіндің бе?
тем более ана үлкен қызың ой жетіп қалған ғой, ей, түсіндің ба деймін саған, түсіндің ба деймін саған, Иә, толып кел. Мейірбек. Қане, ішіп жеп алсаңдаршы. Уақытта бар екен, үлгересіңдер. Оянашым, біз жаяу барамыз. Жетеміз дегенше біраз уақыт кетеді. Кел. Тоқта, мен көтші. Қызым, бүгін сен мектепке бармай-ақ қойсаң болмай ма? Жай, мамам, өзім мектепке бармағаныма біраз күн болып қалды, апайлар да мені іздеп жатыр. Солай ма? Жарайды, қызым. Бас сабақты жақсы оқыңдар, жарай ма? Мам, неге мектепке бармай қойшы деп айттыңыз? Жай? Ештеңе. Тез қимылда. Қазір кешігесің. Жақсы онда. Мереке. Қызыңа мектепке бармай-ақ қой деп өтініп. Өзің мені ыдыс-аяқ жууға жұмысқа шақырғың келді ғой, Ақымақ басым-ай. Бекнұр, досым не істеп жатсың? Ей, сен қайдан ғана шыға келдің, а? Бекнұр, досым, бұл әрекеттерің дұрыс емес. Бұл әрекеттерін мен бір емес, бірнеше рет байқап қалдым. Сонымен, не деген келіп тұр? Апайға бүкіл сыныптағы оқушыларға жаймаштың ба осында? Жоқ, әне, ешкімге айтпаймын. Бірақ өзің де білесің, бұл әрекеттерің дұрыс емес екен. Әлде ақшадан қиналып жүрсің бе? Ақшадан қинасам ақша тауып берейін деп пе едің? Қысқасы, мына болған оқиғаны ұмыт. Сен бұл жерде мені көрген жоқсың, мен сені көрген жоқпын. Осы әрекеттерді мен ғана көріп жүрмін. Егер басқа адамдар көріп қалатын болса, тіпті не боларын да елестете алмаспын. Мейірбекке айтсам ба екен, әлде анасына айтсам ба екен? Анасына айтсам да орат шығар. Бірақ анасына айтқанымды Бекнұр біліп қоятын болса, маған ренжіп қалса ше, басым қатып кетті. Кешіріңіз, сізбен сөйлесейін деп едім. Айта бер. Неден бастарымды білмей тұрмын. Кім мереке тезсіз айтшы. Итакта уақыт жоқ, жұмыс бастан асып отыр. Саған уақыт бөлгеніме қуан. Иә, кешіріңіз. Маған ақша бере аласыз ба? Маған қарызға ақша керек болып тұр. Болмаса, айлығымнан ұстап қалсаңыздар болады. Қатты керек болып тұр. Қандай ақша мереке? Қандай ақша айтшы? Жұмыс істесеңдер сөздерің. Или мен сенің көзің кафенің бастығы болып көрініп тұрмын ба? Тапсаңдаршы, мен саған айтайын кафенің бастығы болсын деп бермейді саған. Адалдан табыңдар өздерің. Өтінемін. Түсініңізші. Менің марқұм жолдасым көп қарыз алып, соңында өмірден де өтті. Ол қайтыс болғалы қарыздарын жабумен келем.
кішкене көмектесіп жіберіңізші. Мүмкін бастықтан сұрап бере аласыз. Сандырақтамас Мереке, қандай ақша? Бастық сен күйеуің қарызын жабу үшін жұмыс істеп отырмыз жүрді? Или мен кіргізбін бе қораға қарызын? Тапсаңдар сөздерін, жұмыстарын жасаңдар, адалына табыңдар. Тыныштық па не болып отыр? Біреу бір нәрсе деді ма? Жұмысыңыз жасай беріңіз. Бір аптаның ішінде таппасаң, балаларға обал жоқ, түсіндің бе? Түсіндің ба? Түсіндің ба деймін саған, Иә. Байқұсын ашмай біреді соң жұма қардан қалай отыла деген. Болды, бүгіннен бастап ананы алып бер, мынаны алып бер деп айтпаймын. Түскі уақытта босағанда анама көмектесіп жұмыс жасаймын. Кір. Нүреге шақырдыңыз ба? Жұмыс қой. Қонақтардың ешқандай жалпы түсіп отқан жоқ па? Барлығы тамаша Нүреге, келген қонақтардың барлығы алғысын айтып кетіп отыр, тамақтарыңыз жақсы екен дейді. Қызметкерлер ше? Қызметкерлер айлығын уақытылы алып жатыр ма? Әдеттегідей Нүреге жақсы жұмыс істеген қызметкерлерге сыйақысын беріп отыр, айлықтарын айдың соңында алып отыр, уақытылы барлығы. Жақсы екен. Еламан бір нәрсе байқап қалдым жаңа. Сен алдында бір қызметкер жылап тұр. Тыныштық па? Мереке ма? Мереке ма, басқа ма, білмеймін ғой, мен аттарын жаттап жүрмеймін ғой. Не болды оған, тыныштық па? Әлде ауыр сөз айттың ба? Мен не деп ауыр сөз айтамын Нүреге? Өздері кезінде бір отбасылық жағдаймен күйеуі қайтыс болған екен, отбасын бір қарызға тығып кеткен екен уақытысында. Сонымен жаңа жылап қарыз сұрап жатыр, сізге айтсын деп, қарыз апер деп миды ашты. Не қыламын ол сізге? Болмайтын кішкентай мәселе, сізге айтпаймын ғой Нүреге миды ашты оны. Өздері кірді ме, өздері құтылсын бәрін. Күйеуі қайтыс болған майда шүйде тірлік па сен үшін? Жалпы Еламан былай ғой. Маған айтылатын мәселе үлкен бола ма, кіші бола ма, маған айтылу керек па? Айтасың. Қазір шөтің ақша жіберем, бер ана қызметкерге. Не ғой Нүреге? Бар, жұмысың істе, боссын. Танымайтын біреудің қарызына ойланбастан 1 миллион теңге жібере салдым ба, базар жоқ. Бүгін келіп қояңсың ба? Сен сабаған менікінен кеш бітетін еді ғой. Не болды? Ертеге келуге де болмай ма? Өзім үйім ғой ерте келсем. Сен неге осы тері ұрсып шығасың? Енді өзің ғой көп сұрақ қойып жатқан. Неге ерте келдің деп? Жарайды, ренжіме. Айтпашы, екеуміз жұмыс жасаса қалай болады? Не үшін? Қандай жұмыс тағы? Анаман қарыздан жабу үшін бір өзі түнде жұмыс жасайды. Туф, Мербек, тек бүгін емес, сабақтан шаршап келдім өзім. Жалт етеді бір үміт айып беріп, жалынамын жанымдай жайып көріп, қалым сыймай барады арына сана, қосылғандай ілеге жайып келіп, жарығым-ай, тұман торлап жүзіңе қалғаным-ай. Ассалаумағалейкум, аға, машинаңды жуып берсең болады ма? Уағалейкум ассалам балам, жуа ғой.
жетеді бір үміт байып беріп, жалынамын жанымдай жайып көріп, қаным сыймай барады арнасына, қосылғандай ілеге жайып келіп. Міне аға болым, бір қараңшы, ұнамаған жер болса тағы сөрт берейін. Ой, молодец балам, барлығы әдемі. Қанша болды менен? 350 теңге. 350 теңге? Мә, мұнан ал. Ой аға, мынадан майда тиыншы жоқ па? Менде бұндай ақшаға менде майдам жоқ. Сен былай қыл, балам осы ақшаны ал, сосын бұндай жұмыс жасама. Үйде отырып сабақ оқы, жарай ма? Аға, мен сабағым жақсы оқимын, мен сабақ оқи алмайтын балада ойлап қалдыңыз ба? Бұндай жұмысқа шығу себебім, жұмыс істеп анама көмектескім келеді. Ой, молодец, красавчик. Енді не айтам? Абайлап жүр. Мына машина көп жүреді. Машинаның астына түс қалма. Жарай ма? Я, рахмет аға, мына ақшаңызды ала беріңіз. Мен жұмысты енді бастап едім. Әзірге сізге қайтаратын ақшам жоқ. Так, балам, былай қылайық. Бұл ақша сенде қалады. Кейін мені көрген кезде қайтара саласың. Келістік пе? Я, келдік. Жақсы, аман бол, абайлап жүр. Не болды, балам, ойлам көтіпсің ғой? Жай, маңызды емес. Точно ма? Айтсай, не болды? Әлде ақшадан қиналып жүрсің бе? Жоқ, әке. Мен сізге бірдеңе айтайын деп едім. Ойыңызбен бөлісе аласыз ба? Әрине бөлісем, айт. Біздің сыныпта бір бала бар еді. Сол сыныптағы оқушылардың сумкасын ақтарып ақша алып жүр. Енді сол ісін тоқтатпай жүр. Не істесем болады? Осы мәселе ме сен сонша ойландырып қойған? Иә, анасына айтып ескертсем бе деп ойланып қоямын. Балам, ондай тірлікке адам бекерден бекер бармайды. Мүмкін бір себептері бар шығар. Мүмкін отбасылық жағдай сондай болып отқан шығар. Бірден анасына айтудың қажеті жоқ. Сен одан да онымен еркекше сөйлес, жеке қалған кезде. Сұра, айтсын не болып отқан. Мен онымен қанша рет жекеше сөйлестім, бірақ өзі бір қырсықтау бала. Сен онда былай қыл, балам. Оны жақсы танитын, жақын бауыры, не болмаса досын айт. Сосын сұра, менен не көмегім тиеді менің, қандай көмегім тиюі мүмкін, барынша қолдау көрсет. Жарай ма? Иә, әке, мен оның інісін жақсы танимын. Ертең соған айтам. Рахмет, әке. Болды. Сосын бекарыс балам, егерде сенің басыңа бір қиындық түссе, бірінші маған келіп айт. Кез келген өзінің қиындықтың бір шешімі болады. Иә, уайымдамаңыз, менде барлығы жақсы. Болды онда, барып жатып жема. Қызым? Айша, сен әлі ұйықтамағансың ба? Я, мам, сізді күтіп отырмын. Тыныштық па не болды? Әлде ана Абзал келіп қорқытты ма? Жоға, ол келмеді. Мам, сіз білесіз ғой, мен биыл бітіруші сыныппын. Я, білем. Сол біз бітіруші сынып болғасын, анаған, мынаған деп көп ақша жинап жатыр. Қыздар болса киім тіктіреміз деп. Соның өзіне біраз ақша кетейін деп тұр. Сосын мен апайға мектеп бітіретін кешке бармайтын болдым деп айттым. Неге, қызым? Жоқ. Сен өміріңде бір рет қана мектеп бітіресің. Саған біреуден сұрап болсын ақша тауып берем. Жоқ, мам, мен сізге ренжімеймін. Түсінем, сізге де қиын. Қарыздарымыз деген басымыздан асып жатыр. Сіздің қасыңызда маған жұмыста болады ма? Сізге көмектескім келеді. Жоқ, қызым. Мен өзім жұмыс жасаймын. Азыздан болсын, өзім құтылармын. Сендерге жұмыс жасатып қоя алмайым. Сендер сабақтарыңды жақсы оқысаңдар болды. Жоқ, мам, өтінемін сізден. Мен сыныптастарым да жап-жас болса да жұмыс жасайды ғой. Жұмыс жасаған ешқандай жамандығы жоқ қой, мам. Жарайды, қызым. Рахмет. Сенің көңілің үшін жарай ма?
Мейірбек, сенімен сөйлесейін дедім. Сұрыңа барсаң жоқ екенсің. Сыныпта бала шоқ кеткен соң осында дайындалған деген. Сенімен Бекнұр жайлы сөйлесейін деп едім. Я айта бер. Кішкене ыңғайсызданып тұрғаным. Қысқасы, Бекнұрда әлі отбасыларында бір қиыншылық болып жатыр ма? Түсінбедім. Бекнұрдың бірнеше рет сумкаларды ақтарып, ақша алып жүргенін байқадым. Бірақ білесің ғой, ағаңды. Қырсықтан сөйлеспейді менімен. Негізі, біздің отбасымызда бір қиыншылық болып тұр. Анам ақша жеткізе алмай жүргендіктен амал жоқ солай жазған сияқты. Түсінікті. Бірақ бұл іс-әрекеттерін дер кезінде тоқтатпаса, мектептің алдында ұятқа қалады. Бірақ бұл сен оқиғаны ешкімге айтып қоймас, өтіні сенен. Мен қанша ақша арулағанын білмеймін, бірақ мына ақша жетеді ма? Жоқ, Мейірбек, бұл ақшаларды өзіңе ала бер. Мен бұл ақшаларды реттеп қойдым. Ойындамаңдар, бұл қиыншылықтардан да өтесіңдер. Қой, сабақ басталды, мен кетейін. Үй тапсырмасын бірінші тапсырып, жұмысқа баруым керек. Сау бол, бекарс. Жұмысы несі қызық екен? Шаршаған жоқсың ба? Жоқмам, шаршамадым. Айт, шаршасың. Ауыр зат көтерме. Молодцы. Дәл осылай жұмыстарын жақсылап жасаңдар. Өйстіп жасай берсеңдер, адал жолмен күндердің бір күнде қарыздарынан құтыласыңдар. Мам, ол не деп тұр? Қоя сал. Айтады, қояды. Оңай жолмен жүрген жақсы көресің, Мереке? Бастан қарызға ақша сұрай салам, бере қалады. Сөйтіп, оңай қарыздардан құтыла салам деп. Оңай жерде ақша жоғын білесіңдер ма? Біз и так адалынан істеп жатырмыз. Кеттік, мам. Сонда мен берген ақша жетпеген ба бұған? Қызың да келіп алыпты ғой жұмысқа. Сонша қарызға кіріп кететінде не косяк істеді екен? Бүгін жақсы ақша тапқан сияқтын, қарнымды қатты ашып кетті. Бұл ақшаларды құртпайын, үйге барып тамақтанып Бекнұр, тамақтанма. Қарның аштыр еді. Қарның ашса сырттан тамақтана салмайдың ма енді? Сырттан тамақтануға ашамды қимаған едім. Қайдан білейін, үйде тамақ жоқ екенін. Айша болғанда тамақ істеп қоятын еді. Қазір кішкене күте тұр. Айша да кеп қалады. Өзім аша салам, Айша мен анашымыздар келген. Шигу, маман қайда? Анау жұмыста. Қарызды қашан қайтарады? Жүре бере алмай істеп. Зеремізге не керек? Анам айтты ғой ақшам топ берем деп. Мынаны тіл жаман бергеш бер, Саған мамаң үйретпеді ма? Үлкендермен қайтып сөйлесу керек екен, а? Міне мынау бізді қарды жабуға жетеді ме? Короче, былай, баста отпаңдар. Қазір мамаларың келсе айтыңдар. Ертерек қарызды қайтарсын. Айтпесе мына сендерді бауыздайым, түсіндіңдер ма?
Анашым, сізді қатты сағынып кеттім ғой. Қайырлы таң, балам. Кеше мен жоқта қатты қорқып кеткен жоқсыңдар ма? Жоқ анашым, о не деген? Бектің аға екеуміз осы үйдің қорғашымыз ғой. Менің кенжетайым қашан ер жетіп кеткен өзі, а? Анашым, таңға істеп бересіз ба? Осы дронымды 10 кесе тамақ ішіп қоятын шығармын. Иә, әрине. Балама шынымен мына тұрысыңмен 10 кесе тамақ жеп қойған дайынсың ғой. Анашым, айттым ғой. Кешеден бері нәр таппадым. Анашым, мен сізге айтам да ұмыт кете бердім. Мына мен жинаған ақшаларым, осы ақша біздің қарды жабуға жетеді ма? Сіздің қолдарыңыз ауыр жұмыс жасамасын деп, мен де сабақтан кейін жұмыс жасадым. Иә, балам. Сенің мына ақшаларың біздің қарыздарымыздың бәрін жабады. Жаным менің, қамқоршым. Сенің арқаңда біз барлық қарыздарымыздан құтылатын болдық қой. Міне, ал. Рахмет. Неге көңіл кең жоқ? Қайсы бірін айтайын? Ішіндегі бір сәтке айтып алсаң, жеңілдейсің. Әлде мен басқа біреулерге айтып қояды деп қорқасың ба? Жоға, басқа сенің ешкімге айтпайтыныңды білем ғой. Менің неге ұрық жасағанымды білгің кеп тұр ма? Иә, әкем айтпақшы, адам осындай іс-әрекеттерге тектен текке бармайды. Иә, әкең дұрыс айтқан екен. Менің отбасымда өте көп қарыздар бар. Соны жаба алмай келе жатқанымызға біраз жыл болды. Қалай осыншама қарыздарға кіріп кетіп жүрсіңдер? Әкем қайтыс болмай жатып, бір бизнес бастайын деген. Соңында ол бизнесте жүрмеген. Солай жүріп, өте көп қарыздарға кіріп кеткенін өзі де байқамағаны керек. Жағдай өте қиын екен. Сондықтан мен осындай іс істеп кеттім. Мен өзіме уәде бердім. Осындай іс-әрекет жасамаймын деп. Иә, досым, сенен осындай сөздерді естіп бір қуанып қалдым ғой. Шешілмейтін мәселе жоқ, бәрі де шешіледі. Алло, Бекнұр. Тамақтарыңды іштіңдер ме? Жақсы. Біз бүгін кеш келеміз. Есікті құлыптап алыңдар. Біреу тоқылдатса ашпаңдар, жарай ма? Мен үйдің кілтін өзіммен бірге алып кеттім. Кешке келерде өзіміз ашып кіре береміз ғой. Жақсы. Еліне бала сағаңа тығылуды үйретіп жатсың ба? А? Жібері ауырып кетті. Жап болсын. Ақшаны қашан қайтарасың? А? Мен ол ақшаны өзіме құртқан да жоқпын ғой, тауып беремін. Қазір қалай табамын ол ақшаны? Жақсы ма? Нұреке, шақырдыңыз ба? Жұмыстарың қалай? Жақсы, уайымдамасаңшы, мен барда жауын болмайды жұмыс деген. Қойш. Нема, Еламан, өткенде мен берген ақша егесіне жетті ма? Нұреке, сол сәтте беріп тастағам. Ырза болып отыр, рахметін айтып отыр сізге. Рахметін айтып отыр ма? Айналамда 200 адамдар жүрген кезде жұмысым қалай алға басады екен? Түсінбедім. Түсінбегенде ақшаны егесін айтам. Мені көрген кезде рахметін айтпақ түгіл басында бұрып қарамадым. Енді Нұреке, ондай адамдар көп қой, білесіз қойыңыз, аларын алып алып, аман адам құсап жүре беретіндер. Ақша дегенді кәдімгі жұмыспен табу керек қой, еңбек етіп, адал, не ол дайын ақша деген? Негізі дұрыс айтасың, Еламан. Сен былай қылсай, жақсы жерге орналас, жақсылап еңбектен,
адал ақша тап. А мен берген ақшаны менің көзімше тез-тез егесіне қайтар. Түсіндің ба? Тез-тез қимылда, еламан. Сосын кабинеттен заттардың бәрін жинап кет, біреу қалмайтын болсын. Бар, болсын. Опек рас, мен атқа жайса жүрсің ба? Сендерге кішігірім көмектесейін дегенмін. Көмегіңе рахмет, бірақ үйіндегілер де қалай ма? Жоға. Кәне, қалай жұмыс жасайды, маған көрсетіп жүресіңдер ма? Кеттік. О, ассалаумағалейкум жігіттер. Машинаны баллон жақсылап сүртіп бере аласыңдар ма? Я, ағай, жүріп береміз ғой. Қане жігіттер, неге тұрсыңдар? Я, ағай, қазір машинаңызды тұрат жүреміз. Ассалаумағалейкум, аға. Уалейкум ассалам. Мен таныңыз ба, алдында осы жерден машинаңызды жуып беріп едім ғой. Иә, сені жақсы таныттым. Аға, болып жоқ, сіздің қарызыңызды қайтарып бере алмайтын сияқтымын. Сіз жіберген ақшаны анама беріп қойып едім. Балам, сен соны уайымдап тұрсың ба? Оны ұмытшы. Сендер одан да былай қылыңдар. Маған осы жерде мереке әпкелерінің үйін тауып бере аласыңдар ма? Я, ол біздің анамыз ғой. Жай дедіңіз бе? Жай, әшейін үйді көрсетсеңдер болды. Мен кіріп шығам дегенше машинаның баллонын айнадай тазалап қоясыңдар. Келістік па? Мам? Ау, Мам, үйге жұмыстағы бастық келіп тұр. тыныштық па, не істеп жүр ол? Шамасы кешегі болған оқиғаға бола келіп тұр ау? Я, бірақ қазір бізге ұрысып шықпай ма, жұмысты басқа көтеріңдер деп? Білмеймін. Кәне мен есікті ашайын. Не болса да соны көреміз. Саламатсыз ба? Саламатсыз. Келіңіз. Сәлеметсіз. Кешегі болған келеңсіздіктер үшін кешірім сұраймын. Біз олай болады деп ойламадық. Еш нәрсе етпейді. Әйтеуір өзіңізге еш нәрсе болмады ғой? Жоқ. Бәрі жақсы. Сізге рахмет. Я, көп созбай, не үшін келгенім жайлы. Мен сіз жайлы біраз әңгіме естідім. Сол сәтте көмек қолын созғым келді. Еламанға біршама ақша берген болатын, бірақ сізге жетпей қапты ол ақша. Я, мен қатты қиналғандықтан жұмыстан ақша сұрап көріп едім. Ақшаны алып сол жерде қарыздарды өтегенше тегін жұмыс жасаймын деп ойладым. Бірақ Еламан мырза ондай ақша тауып бере алмаймын деп шығарып салған. Я, мен мұның барлығын кеш естідім, уайымдамаңыз. Еламан сізге ақшаны аударатын болады. Ол ақша жетпеген жағдайда, міне, мына жерде де біршама ақша бар. Сосын, бұл ақшаны қайтару үшін ешқандай тегін жұмыс жасаудың қажет жоқ. Шын айтасыз ба? Иә. Рахмет сізге. Бұл жақсылығыңызды қалай қайтарсам болады? Еш нәрсе етпейді. Мені сіздерге жіберген Алланың бір себепші адамы деп түсініңіздер. Ертең жұмыстан кешікпеңіз. Әрине кешікпеймін. Рахмет сізге. Жақсы, сау болыңыз. Кейін рахмет. Сау болыңыз. Аға, машинаңыз жуып болдық. Ой, молодец, жарайсыңдар. Кәз, тоқта. Міне ақшаларың. Аға, мынау ақша тым көп қой. Я, соны айтамын, сізге қарыз едім, тағы қарыз болып қалдым болдым ғой. Ой, сол қарызды ұмытасашы, мә, ұста. А, балам, ертелі үйге барайық. Бүгін кешкі асты өзім әдемі қып дайындап берейін саған. Жақсы жігіттер, ертең кездескенше. Жақсы жігіттер, аман болыңдар. Не болып кетті өзі? Бекардың әкесі ма? Өзінің әкесі машинасын бізбен бірге жүрді ма? Соны айтам, төксін сен бұйырмасын. Ертең барғын сұраймыз. Кеттік, үйге барайық. Жалт етеді бір үміт тайып беріп, жалынамын жанымдай жайып көріп. Қаным сыймай барады арнасына, қосылғандай ілеге жайып келіп.
Сәлем достар, менің атым Аширов Бегарыс. Мен Талант киностудиясына түстім, Қарыз деген киноға. Менде көптеген қызық оқиғалар болды. Айтып жеткізу мүмкін емес. Маған көмектескен режиссер, оператор, Ақнұр, Мақсат ағайларға рахмет, апайларға да рахмет. Мен оларға көптен көп алғыс айтамын. Маған қолдау беріп жүрген үйдегі ата-анама рахмет. Сәлем достар, менің атым Мейірбек. Киноға түскенім үшін ата-анама алғыс білдірем. Сәлем достар, менің атым Сейсек Бекнұр. Мен Талант кино студиясына Қарыз деген киносына түсіп жатырмын. Маған кино басы ұнады. Мен осы бүкіл адамға алғысымды айтамын. Сіздерді Талант кино студиясына түсуге шақырамын. Бәріне сәлем, мен есімім Аиша. Мен қазір Талант киностудиясының актрисасы боламын. Бізде қазір Қарыз деген фильм түсіріліп жатыр. Мен ең бірінші алғысымды осы менің продюсерім Аппаз Мырзаға айтқым келеді. Себебі кастингтен де осы кісі арқылы өткенмін. Және де маған осы Талант киностудиясының ең ұнаған сәттері ол өзіңнің атыңмен ойнайсың. Себебі өз атыңмен ойнасаң, әр басқа фильмдерде де өзінің атын естелікте қалады. Басқа адамдарға да сен сразу таныласың. Сол өте қатты ұнады маған. Себебі мен басқа киноларда басқа атпен ойнағым келмейді. Өз атыммен ойнағым келетін. Айтатын қызықтар өте көп. Оны өздеріңіз фильмді ары қарай көре жатарсыздар. Осы барлық режиссерларға, продюсерлерге барлығына рахмет айтамын. Маған өзімнің ролім өте қатты ұнады. Себебі мен барынша қатты эмоция берілетін рольдарға әлі дайын болмағандықтан, жас актриса болғандықтан, маған өзім ролім алып шығалатындай оңай көрінді. Және де бұл Қарыз фильмі қазір көп отбасында болып жатқан оқиға ғой. Ата-анасы, отбасы, әкесіз өсіп жатқан балалар бар. Ол өте қиын жағдай. Анасы қанша қиналады, біреуге қарызы болады. Бұл фильм ұнағаны осы өзімнің өмірімнен өткен оқиғалар да болды. Сол себепті маған бұл роль ұнады. Осы фильмға түскім келді. Және де мен осы рольді алып шыға аламын деп ойлаймын. Баршаңызға рахмет.